Танымал айтыскер ақын Айтақын Бұлғақов 63 жасқа толды. Киелі сахнада 40 жылдан астам уақыт өнер көрсетіп жүрген ақынның мерейтойына орай Талдықорғанда айтыстың Айтақыны атты халықаралық ақындар айтысы өтті. Жыр додасына Түркиядан Айнұр Тұрсынбаева, Қырғызстанның дүлдүл айтыскерлері арнайы келген. Ал елдің әр өңірінен жиналған Балғынбек Имашев, Сырым Әуесхан, Бекарыс Шойбеков сияқты көптеген ақындар халықты өнерлерімен сусындатты. Аспаныңда Евразия, баспаныңда Евразия, базарыңда Евразия, ажарыңда Евразия, университетінде Евразия, айналайын айбекжан, шашал бексе басалған бұл не деген безобразия. Айтақын Бұлғақов айтыс сүйер қауымның жүрегінде осы образымен қалды. Үкілі бөрік, қызыл шапаны, қайыстан тігілген өкшесі бар саптама етігі, хайлайлы мақамы. Қазір бұл дәстүрді шәкірті Сырым Әуесхан дәріптеуде. Талдықорғанда Айтақын Бұлғақовтың құрметіне өткен айтысқа ақын Сырым Әуесхан осы образбен келіп, көпшіліктің құрметіне бөленіп, бірінші орын алып, 1 миллион теңге ақшалай сыйға ие болды. Айтақын Бұлғақов талай жасты айтыс аламанның бәйгесіне қосып, шәкірт тәрбиелеумен келе жатқан жан. Қазір ұлы Жандарбек Бұлғақов айтыста топ жарып жүрсе, енді 7 жастағы немересі Нұрлы да аламанға қосылды. Жандарбек ұстаған домбыраны атасы Айтақын немересінің қолына қалың көпшіліктің қошеметімен табыс етті. Мен 13 жасымда алғаш ауыл сахнасына шыққам. Республикалық аламанға мен 24 жасымда шықтым. Сахна төрінде Айтақын Бұлғақовтың Нұрлы Кәусар атты кітабының тұсауы кесілді. Ақынның кіндік қаны тамған Жаркенттегі жерлестері оған жаңа автокөлік сыйлады. Аузымен құс түстеген мықты ақындарды жинап, тамаша айтысты ұйымдастыруға ұйытқы болған Жетісу облысының әкімдігі. Өңір басшысы Бейбіт Исабаев ақынның кешіне арнайы келіп, халқы сүйген азаматты мерейтойымен құттықтады. Ал өнерде талғамы жоғары Жетісу жұрты ақындар айтысына дән риза болды. Мәселен, Балғынбек Имашев Айнұр Тұрсынбаеваны мотиватор әрі Инстаграмның жұлдызы деп келекетсе, Айнұр Тұрсынбаева Балғынбекті жалайырдың ішінде жұмыссыз жүрсін деп халқын күлкіге қарық қылды. Түркістан қаласына келіп тұрмын. Нағыз шоу айтыста болып жатыр, нағыз қайым айтыста болып жатыр, керемет. Айтыстың Айтақын атты жыр додасында бас жүлде 1,5 миллион теңге Қырғызстан ақыны Мәмбет Тоқтыға берді. Ал Айнұр Тұрсынбаева екінші орын 750 мың теңге ұтып алып, ол жүлдені теңдей қазылар алқасына бөліп беретінін, дүлдүл ақын Айтақынның тойына 2 миллион теңге шашуын ала келгенін сахна төрінде жеткізді. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информбюро, Жетісу облысы.